Саламатсыздар ма ағайын? Менің құрметті оқырмандарым, менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов. Осы денсаулық сақтау саласындағы, әсіресе өкпе тақырыптарын қозғаудағы әрі қарай осы бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламада бізде легочное сердце дейді орысша атауы, қазақша оның жаңағы өкпелік жүрек. Оның тағы да латынша сөзі бар, cor bovis дейді, бұқаның жүрегі дегендей. Ол не? Ол жүректің біздегі ұлғаюы көлемінің. Тіпті ана көлемі ұлғайған соншалық кеуде қуысына сыймай адамда жүрек ентікпесі пайда болады. Оған не алып келеді? Осы жайлы айтып көрсек. Мына өкпелі жүрек деген жүректің қызметі бізде өзі 4 бөлімнен тұрады. Төбе жағында 2 кішкентай қарыншалар болады, астыңғы жағында 2 үлкен қарынша болады. Бұл биология сабағында өткендей. Сол жақ қарынша бүкіл ағзаға қан айдайтын болса, оң жақ қарынша бізде өкпеге қан айдайды. Не себептен жүрек ұлғаяды? Себебі бұның әкелетін себептері мына өкпедегі созылмалы аурулар. Созылмалы ауруларға не кіреді? Мысалға айтып кететін болсақ, жаңағы темекі шегу. Темекі шегу бізде адамда альвеола деген қапшықтар бар. Сол қапшықтардың шырышты қабаты өте нәзік болады. Құдай сөйтіп жаратып қойған, нәзік болған соншалықты жіңішке ғана шырыш болады. Сол темекі шеккен кезде, немесе мына лас ауамен адам демалған кезінде көп жағдайда сол шырышты қабаттың бәрі шаң тозаңмен басылып қалады, ысталып қалады. Соның әсерінен альвеолалардың жаңағы қапшықтары бұзылып, бір-бірімен қосылып, кішкентай тесіктер пайда болады. Сол тесіктер бізде үлкен эмфиземаға алып келеді. Сол эмфиземаға алып келген кезде бізде көп жаңағы газ алмасатын қапшықтардың бәрі бұзылып, қалыпты жағдайда өкпе 5 литр қанды бір мезетте оттегімен қанықтырып отыратын болса, ал егер біздің альвеолалық қапшықтар жоғалған соң 5 литр емес, 3 литр немесе 2 литрге дейін ғана төмендеп кетеді. Сонда кіретін ауаның көлемі 1, ал бірақ оны келген кислородты ағза қанықтыра алмайды. Сол себептен бізде жүрек қан жетпей жатыр ғой, оттегі жетпей жатыр ғой деп, бізде жүрек 2-3 есе тез жұмыс істей бастайды. Ол жұмыс істей бастаған кезде өкпе мен жүректің арасында үлкен тамыр бар. Оны жаңағы легочный ствол дейді, немесе ол да күре тамыр. Сол күре тамыр арқылы оң қарынша өкпеге қан айдайды, бірақ қан дұрыс жетпеген соң өкпеге, ол сол оң жақ қарыншада қалып қояды. Оң жақ қарыншада қалып қойған соң, оң жақ қарынша ұлғаяды. Ол кейін бүкіл ағзадағы келіп жатқан қанды тоқтатып, сол жақ қарынша ұлғаяды. Сөйтіп қарыншалардың барлығы ұлғайып, жүректің көлемі ісініп кетеді. Ал енді жүректің көлемі ұлғайған кезде, жүректің өзінің қанды беру күші де азаяды. Сол кезде адамда қандай сезімдер болады, симптомдар болады. Адам әрқашанда ерні көгеріп жүруі мүмкін, сәл жүрсе қатты ентігіп қалу, сәл ғана бүйтіп отырған кезінде ғана қайтадан орнына келеді. Кішкентай ғана жүктемеден адам қатты ентігіп қалып жатады. Бұның ақыры неге алып келіп соғуы мүмкін? Әрине біз жаңағы өкпеден ауырдық дейміз, жүректі ұмытып кетіп жатамыз. Осы жаңағы жүректің ісінуі, немесе жаңағы легочное сердце көп жағдайда жүректің тоқтап қалуына, нахалмаса инфаркттарға әкеліп жатады. Жүректің жаңағы көлемі ұлғаюына байланысты, әрине оның қызметі де төмендейді. Қызметі төмендеген сайын миға да қанның жетуі азаяды. Миға қанның жетуі азайған соң адамдарда талып қалу пайда болуы мүмкін, немесе ойының сақтау қабілетінің төмендеуі мүмкін. Адамның жүруі де нашарлайды. Адамның бүкіл ағзасында кислородтық аштық болады. Бұның ақыры неге алып келуі мүмкін? Бұл қанның ағысы баяулап, қанның ағысы баяулаған кезде біздің тамырларымызда, қол, аяқтарда кішкентай тромбтар түзілуі мүмкін. Егер де онда тағы да елемей жүре беретін болсақ, кейін осы тромбтар біздің жаңағы өкпе мен жүректің арасындағы күре тамырды, немесе жаңағы өкпе бағанасын соны бітеп, адамды аяқ астынан ана өмірге аттандырып жіберуі мүмкін. Бұны жаңағы тромбоэмболия легочной артерии деп аталады. Тромбоэмболия легочной артерияның көрінісі біз көп жағдайда осы 2020-2021 жылы болған ковид ауру кезінде көп кездестірдік. Себебі көп адамдар үйінде жатып қалды, мына қанды сұйылтатын дәрілер болмай қалды. Сол кезде осы тромбоэмболия көп кездесіп жатты. Бұл кезде тромбоэмболия болғанда адам тіпті егер сондай болатын болса, 90% жағдайда адам өлімге құшып жатады. Өйткені ол тамыр бітеліп қалған соң жүректе артынша тоқтап қалып жатады. Оны реанимация жасау мүмкін,
Бірақ 5 минуттың ішінде егер жүректі оталармасақ, мидың сұр заттары өліп кетеді. Сол себептен адам ана дүниеге жүріп кетуі мүмкін. Не істеу керек? Әрқашанда өкпеңізді тексерсеңіз де, жүректі де тексеріп қою керек. Әсіресе жас келе бастаған кезде. 40 жастан астыңыз ба, жүрегіңізді тексеріп жүріңіз. Өйткені қазіргі кезде жас жігіттер де, қыздар да осындай ауруға шалдығуда.